конкурсқа кімдер қатысатыны белгілі болды. Кімдер? Әнел, Алина, ең басты Зара бар ғой, братан. Зара смело жасайды ғой, братан, смело алады ғой. Теңге бар ма? Жайма, братан. Жумаймыз ба, не қорқытсыңдар? Бар ғой, смело ғой, братан, бар ғой. Жүріңдер онда, Кет. Не қорқытсыңдар? Адёка! Не, бері кел. Қойшы, мен пол жуатым ғой. Потом жуасын, бері кел дедім ғой. Неме? Отыр сөйлесеміз. Не болды? Қысқасы, менің мектепте конкурсқа қатысатынымды білесің. Оғандай конкурс? Мектептегі ең танымал оқушы. Апта соңында 5000 оқырма жинауым керек. Оған менің қандай қатысым бар? Сен менің сіңілімсің. Егер менің жеңгенімді қаласаң, сен маған көмектесесің. Мен саған көмектеспейін деп тұрған жоқпын. Мен саған қалай 5000 подписчик жинаймын? Менде Инстаграм жоқ қой. Проблема емес. 21 ғасыр. Қазір мен саған Инстаграм ашып берейін. Жоқ, мен түсінбеймін, осы конкурсты жеңген кезде саған не береді олар? Маған конкурстағы сыйлық мүлде маңызды емес. Ең бастысы менің жеңгенім. Мұнаның бәрі менің қолымның астында болу керек. Білесің ғой менің жеңгенім. Иә, білем ғой, бала кезден жеңілгенімді ұнатпайтынды. Сен жеңу үшін бәрін жасаймыз. Барлықтарыңа сәлем, рахмет. Ты самая лучшая, білемін, рахмет. Мен қазір мына кафеде отырған себебім, мен өзімнің жеңетіме сенімдімін. Сондықтан мен осы жерде кафеде жуып отырмын. Мен сендерден қатты сұрайтыным, маған лайк басып, комментарий жазып, подписаться етсеңіздер, менің алғысым сіздерге шексіз болады. Жарайды, онда барлықтарыңа сау болыңдар. Мен сендер барлықтарын жақсы көремін. Нұрай, білесің, анаң мен Зара оңай қарсылас емес. Бірақ егер де олар қазір іс-әрекетке кірісіп кетсе, мен таңғалмаймын. Иә, олардан тезірек 5000 подписчик жинау керек. Бірақ оны қалай жасаймыз? Мүмкін кеп ашқан адамдардың барлығына маған тіркелсін деп айтайын. Жоқ, менің ойымша бұл ұят сияқты. Олардың өздері келетініне бір нәрсе жасау керекпіз. Қандай ойың бар? Мысалы, хайп. Бір аптаның ішінде хайп жасай аламыз деп ойлайсың ба? Әрине үлгереміз. Жасайық, бірақ ең соңында кеше салатын нәрсе болу керек қой. Иә, оны үйге барып ақылдасайық. Әлде сен сөйлеп жатамыз ғой. Қайрат, сенің көмегің қажет. Сен қашаннан бері мен көмегім керек болып қалған? Бүгіннен бастап. Қайрат, менің конкурсқа қатысатынымды білесің. Яғни ол конкурсқа жақсы хайп дайындап қойдым. Сен керексің. Неге мен? Басқа адам таппадым ба? Қайрат, мені мұқият тыңда. Сен мені жақсы көретін жұрттың бәрі біледі. Сен маған көмектессең, жұртқа сенімдірек болады. Жақсы, көмектесем. Бірақ мен бір шартым бар. Қандай шарт? 9-шы сынып бітіргенше дейін мен қызым болып жүре тұрасың. Соған келіседі деп ойлайсың ба? Жарайды, келісетін адам тауып ал. Қайрат, тоқта. Жарайды, оны істеген ісіне байланысты болады. Маған адам сөйтіп айтпайсың ба? Ай жоспар. Қысқасы, сен Жасикті білесің ба? Оның бәрі таниды ғой. Сен сонымен төбелесесің.
Басқасы басқа бұған келісе алмаймын. Сұлтанымда келші, бір көмегің керек болып тұр. Қандай көмек? Сен ешкімнен көмек сұрамайтын едің ғой, не болып қалды? Білетін шығарсың, мен қазір конкурсқа қатысып жүрмін, соған көмегің керек болып тұр. Иә, естігем, бірақ мен қалай көмектесе аламын? Маған бір хайп жасау керек болып тұр. Соған үйіне 3 сағатқа бара тұра аласың ба? Жоқ, қалай? Маған кеше ғана мұғалім звондап айтты, бүгін сабағыма қатыспасаң 90-дық бағаң 2 болады деп. Қорықпа, күніміз біткеннен кейін барлығын айтып береміз ғой. Ал мұғалім по-любому мен ата-анама звондап хабарласады ғой. Үйге барғаннан кейін маманы айт, маған көмектесіп жатқаныңды. Мен анам қалай өтірік айта алады, өмірі өтірік айтып келген жоқ. Үйге барғаннан кейін телефонды 4 сағатқа өшіріп қой. Өзіңдікінде және мамандікінде. Жарайды, бірақ сен маған тоже подписчик жинап бересің. Жарайды. Пока. Достар, прикиньте, менің досым Сұлтан жоғалып кетті. Ата-анасы да білмейді екен. Егер де көргендеріңіз болса, маған хабарлаңыздар. Так, салдым. Кеттім классқа. Достар, прикиньте, менің досым Сұлтан жоғалып кетті. Ата-анасы да білмейді екен. Егер де көргендеріңіз болса, маған хабарлаңыздар. Достар, прикиньте, менің досым Сұлтан жоғалып кетті. Ата-анасы да білмейді екен. Егер де көргендеріңіз болса, маған хабарлаңыздар. Ариана, Сұлтан жоғалып кеткені рас па? Сен бұл информацияны қайдан алдың? Алло. Сәлеметсіз бе? Сіз Сұлтан мамасыз ба? Сұлтан жоғалып кеткеніне қанша уақыт болды? Үйден қай уақытта кетіп еді? Жақсы, мен қазір балаларды жинап, мектептің айналасын қарап шығармын. Сіз уайымдамаңыз, сізге өзіміз хабарласамыз. Сұлтан үйінде де жоқ екен. Қазір барлығымыз жиналып, мектептің айналасын қарап шығайық. Сұлтан мамасы уайымдап, жылап отыр, іздеуге көмектесейік. Бұл не болып кетті? Сұлтан қайда жүр екен? Мен оған шу жоғалтып айтып едім ғой. Сонда көру керек еді. Ол қалайсың? Бірақ ол да маған жақсы емес пе? Шын хайп болады. Историясын өте берейін? Сен де қашып кеттің ба, братан? Қойсай, марков жеп көрек саған. Ол сен айтпай қашма. Қара, коронный. Хоба! Қайда лақтырдың не? Кеш бері қарай. Өзіңге. Прикинь, маған кездеш дейді ғой, ұсташы ма? Мағаның өсейін деген мына шибалдар. Саған не амандасып жүретін ме? Кел! Шибалдар. Давай, жақында. Кел. Достар, қараңыздар, мектептегі атышулар Қайрат пен Жасик төбелесіп жатыр. Қараңыздар, не деген ұят, маған көмектесіңіздерші. Лайк пен коммент басыңыздар.
Екеуін де директордың кабинетіне алып кетті. Сен неге жібіреққа жүрсің? Жабыраққа жүрген жоқпын ғой. Анель, сенің класстастар неше түрлі посттар жазып, оқырмандарды жинап жатыр. Менің қарсыластарым соншама не істеп жатыр? Шынымен ештеңе білмейсің бе? Ариана 15 минут сайын Сұлтан жоғалып кетті деп іздестіру жайлы репортаж таратып жүр. Ал Зара не істеп жатыр? Ол әзірге тыныш, бірақ оқу түлкінде жайбыраққа жүрмеген анық. Сен бұлай жүре беретін болсаң, жеңіліп қаласың. Анель, саған да бір хайп жасау керек. Иә, мен де ойлаймын жасау керек деп, бірақ Зара да ештеңе істеп жүрген жоқ қой. Менде мынандай бір ой бар. Джонни танисың ба? Жаситтың қасынан қалмай жүретін бір бала ма? Иә, дәл өзі. Сол, не болыпты онымен? Иә, сонымен не болыпты? Қазір сен мектептің ортасына барасында, Джонни, мен сені сүйемін деп сезіміңді білдіресің. Соны мен видеоға түсіремін. Сол кезде хайптың көкесі сонда болады. Диляра, біз қуасың ба білмеймін. Ойласаңшы, Джонни мен салыстырып тұрсың ба? Мен и Джонни вообще как небо и земля. Жарайды. Онда мен білем қандай хайп керегін. Айта бер. Қазір екеуміз мектеп коридорына барамыз. Сол кезде мен қатты құлап түсемін. Сен оны камераға түсіресің. Ал сол кезде хайптың көкесі сонда болады. Иә, біз жасылы ойыншы. Я солай болды. Құрметті достар, қараңыздар. Диляра жаңағына 15 минут бұрын ғана бір белгісіз бір адам банан қол құйыпты, ол жаңағына құлап түсті. Егер мен неге болатынын ары қарай білгіңіз келсе, 15 минут мен хабарласып отырамын. Сондықтан маған өздеріңіздің мнениеңізді подписаться етуіңізді ұмытпаңыздар және комментарийларға кіріп жазыңыздар. Өзіне қарасайш. Иә, қыздар, дайындықтарың жаман емес сияқты ғой. Бірақ бұның барлығы бос әурешілік екенін ұмытпаңдар. Бірақ по-любому мен жеңемін. Смешно. Сен өзіңді кім деп санайсың? Алда көрерміз кім бос әурешілік жасап жүрген. Тартып қолыңды. Қыздар, демешіпсіңдер, ертеңгі сылдар шығады. Сонда көреміз кім жөн болатын. Иә, сендерлерге сөзімді шығындағым келмейді. Ал сен, Зара, біреуді келесін демейтін үшін білесің кім келеді. Оқырмандарын күтіп қалды. Чау. Иә, маған да Диляра мен не болған айту керекпін оқырмандарыма. Қараңдар, қаз менің атымды атайды. Сахнаға шыққан кезде қандай сөздер айтсам болады? Рахметіңді айтасың ғой оқырмандарыңа. Беретін нәрсесін тезірек берете алмайды ма маған? Уақытым жоқ. Осы атақталамыз деп хайп жасап Сұлтан жоғалтуға жаздады емес пе? Соңына дейін күте тұрайық. Ал, жеңісімен құттықтаймын. Жеңетіңді білгенмін. Мен де білем жеңетінді. Бірақ алдын ала құттықтама, ол жамандарым деп айтады ғой. Сондықтан мен официально жарияласын. Қаз күтейік. Үй, ақымақ. Ой, бәлі кешеді. Баста таяқ жүрген жоқсың ғой, иә, братан? Зара бүгін по-любому алады ғой. Смело ғой, братан. Асықпасаңдар, бірінші жауабын айтсыңдар. Көрейік. Барлықтарыңызға кеш жарық. Мен былтырғы, яғни 2018 жылдың интернетте ең танымал оқушылардың біріне атанғанымды білесіздер. Және де бүгін 2019 жылдың жеңімпазын анықтайтын кез келді. Мен оған өз атағымды және бір мына коронамды ұсынамын. Сонымен, сіздер жеңімпаз кімде болайсыздар?
жылдың интернет желісіндегі ең танымал оқушылар атағына енген ол Динара Досбаева. Отыршы. Барықтарыңызға рахмет. Негізінде бұлай орын аламын деп ойламаған едім. Рахмет. Сен осы атаққа қалай болғанда ешкенеке барлығына? Егер айтатын болсам, бұл қиын да болған жоқ, себебі мен бар болғаны 3 қызын, яғни Ариананың, Анельдің және Зараның сырттай бақылап, оларды видеоға түсірдім. Сосын парақшама салған болатынмын. Ал одан кейін 10 мыңға жуық оқырман да өздері де келді. Сіздерге рахмет. Иә. Сенің осы видеоң арқылы біз қаншама пиғыл істерін көзін аштық. Және де осы видеоның қаншама жаман істерді көрсетті. Біз саған алғыс айтамыз. Мына корона сенікі. Ал енді директордың кабинетіне Зара, Анель және де Ариана деген қыздарды күтеміз. Жақындамашы, сендей сияқты іші тар адамдармен сөйлескіміз келмейді. Осы қылынан кейін біз сен кешірсе ойлайсың ба? Не делай себе жалко, по-любому твой инстаграм заблокирую. Қыздар, алаңдағы іс-әрекеттерін дұрыс деп ойлайсың ба? Сендер осы мектептің абыройын түсіре жаздыңдар. Егер үшеулерін бастан қосылса, мектептің абыройын жақсы жағынан да шығарар едіңдер. Одан да дос болайықшы. Достар, қараңдар, бүгін 3 қыздың Ариананың, Зараның, Анельдің бастары қосылды. Это тоже хандетка. Сразу вообще.